Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Python программалау тілінің екінші ерекшелігімен танысамыз. Бұл екінші ерекшелігінің тақырыбы объектіге сілтеме, reference to object. Яғни Python тілінде айнымалды құру сәтінде біз сілтемелік модельді қолданылады деп айтқан болатынбыз. Соған тоқталамыз. Алдымен Python тілінде өрнек деген нәрсені түсініп алайық. Себебі өрнектің бұл жердегі рөлі өте жоғары. Себебі өрнек арқылы бізде объект құрылады. Яғни өрнек дегеніміз не? Белгілі бір терминология бар, солармен келісіп алайық. Мысалы, біз өрнек деген белгілі бір литералдардан, операторлардан тұратын нәрсені өрнек деп атаймыз. Мысалы, мынаны оперант деп атауға болады. Яғни мына контекстте бұны оперант деп атаймыз. Егер екі санның өзін алып қарайтын болсақ, оны литерал немесе константа деп алып қарауға болады. Ол да өрнектің бір түрі жатады. Литерал да, константа да бұл өрнектің жеке бір жағдай деп айтуға болады. Бірақ мына бір контекстте, яғни амалдар қолданған контекстте бұларды оперант деп атаймыз. Оперант. Мынаны оператор деп атаймыз. Мысалы, бізде плюс деген бұл жерде арифметикалық оператор болып тұр. Бұл бинарлы операторлар. Яғни бинарлы деген сөз екі оперант қолданылатын операторлар. Унарлы операторы бар. Бір ғана оперант қолданатын. Мысалы, плюс, минус дегендер унарлы операторға жатады. Тернарный операторлар да бар. Сонымен оператор деген бұл амалдар, яғни операция. Оперант деген бұл сол операцияның жан-жағында тұратын өрнектер. Бұның барлығы жалпы өрнек болып аталады. Бұның барлығы өрнек деп атаймыз. Енді бұл өрнекке неге сіздерге мән беруді сұрап жатырмын? Себебі өрнек арқылы бізде объект құрылады. Себебі өрнек бізде есептеледі, сол есептелу нәтижесінде объект құрылады. Осыны есте сақтаңыздар. Python тілінде кез келген өрнектің нәтижесі объект болып саналады. Ол объект деген сөз ол барлық нәрсе. Python тілінде барлық объект болып саналады. Сол объекттің түрі болады, яғни типі болады. Объекттің түріне байланысты біз оған әртүрлі амалдар қолданамыз. Ал айнымал деген сол объектінің адрес сақтайтын жай идентификатор. Жай, былайша айтқан кезде сөз деп айтсақ болады. Қараңыздар. Жаңа айтып өттім, кез келген таңба, мысалы 2 деген, бұл бүтін санның литералын білдіреді. Түсінесіздер ме? Бүтін санның литералын. Литерал деген былайша айтқанда константа. Бұл да өрнек болып саналады. Мысал келтіріп көрейік. Давайте мен мынаны жабасым да болады әрине. Бұл енді бізде Python тілінің екінші ерекшелігі. Давайте папка құрып алайық. Python тілінің ерекшелігі 2. Давайте соған кіреміз. Ерекшелігі 2. Окей. Енді осы жерге Visual Studio кодтың новый сессиясын құрайық. Новый сессиясын құрайық. Мынаны енді жабасыз сақта болады. Бұны жабасыз сақ болады. Мынаны енді ашамыз. Get started керек емес. Бұл жерде давайте новый элемент құрайық. Новый объект. Бұнда мен Jupyter ортасында жұмыс жасаймын. Сондықтан бұнда сақтап қояйын. Бұл бізде ерекшелік бұл reference to object, reference. Немесе сілтеме, сілтеме. Сілтемелер. Сілтемелер. IPNB. Кеттік, сонымен Jupyter құрылды. Бізде инструмент дайын. Бізде енді қараңыздар. Окей, жүктелді. Мына қараңыздар. Мысалы 2 деп санатын болсам, бұл өрнек болып саналады. Себебі бұл литерал. Литерал. Мысалы 2 плюс 5 десем де бұл да өрнек. Себебі бұл жерде бірнеше литерал қолданып тұр, және бірнеше амал қолданып тұр. Бір амал қолданып тұр. Бұл да өрнек болып саналады. Білесіздер ме? Егер мысалы мен қазір 2 дейтін болсам, не істейді? Python интерпретаторы 2-нің түріне қарайды да, бұл неге ұқсайды? Бүтін санға ұқсайды екен. Демек, бүтін типті объект деп бізге құрып береді. Міне, бүтін типті объект құрылып берді. Түсініп тұрсыздар ғой,
Сондықтан мысалы қазір 2 плюс 6 дейтін болсақ, бұл да бізге не істеді? 2 мен 6-ны қосты. То есть 2 деген объект құрылады әрине. Потом 6 деген объект құрылады. Так, мынау да бүтін сан, мынау да бүтін сан. Демек, арасындағы жаңа плюсті не істеу болады? Бұл арифметикалық оператор деп қабылдайды. Екеуін арифметикалық, то есть бүтін санды объектілері қолданылатын плюс операторы қолданылады, нәтижесінде 8 пайда болады. Сөйтіп 8 объектісін көріп береді. Білесіздер ма? Мысалы 2 көбейту 6 дейтін болсақ, демек былай істейді. Бұл бүтін санға ұқсайды, демек бүтін санды объект құрамыз. Так, 6 ол тоже бүтін санға ұқсайды, демек бүтін санды объект құрамыз. Так, мына бір амал, бүтін сандарға қолдануға болатын амал, себебі ол арифметикалық көбейту болып саналады, и нәтижесі 12. И бізге 12 деген объект құрып береді. Осылар ғой, қазір былай істейтін болса, мысалы 2 көбейту 6 бізде аны шығарсақ 12 кетен. Демек былай істеп көрейік. Давайте біз строка құрайық. Мысалы тестті көрейік, және плюс 12 деп көрейік. Бірақ қарасаңыздар, екеуде бізде жолдық объектілер. Так, Python не істейді? Python интерпретаторы оқиды. Мына жерде кавычка тұр екен. Демек, оны істеу керек дейді. Тырнақша тұр екен. Тырнақша тұрғаннан кейін оны мен жол объектісі деп қабылдаймын дейді. Так, мына жерде де бізде жұрнақ тұр, тырнақша тұр. Демек, оны жол объект ретінде қабылдаймын. Так, екеуі де жол объектісі екен. Демек, мына плюс операторы бұл жолдық объектілерді біріктіру амалы деп қабылдайды. Бұны да тексеріп көрейік. Құрылған объектінің нәтижесінде объект құрылады ғой. Объект құрылады. Біз сол объектіні істейміз. B идентификаторына сақтап қоямыз. Енді бұны экранға шығарып көрейік. Int B. Қараңыздар, тест 12 деп құрылды. Егер біз мысалы былай жазатын болсақ, 12 қосу 15 деп құрылатын болсақ, біз ойдағыдай нәтиже алмаймыз. Себебі Python бұны жолдық объект, мынаны жолдық объект деп қарастырады да, плюс таңбасында тұрған операторды, бұл арифметикалық оператор емес, бұны жолдарды біріктіретін конкатенация оператор деп қабылдайды. Түсінесіздер ме? Бұл амалдардың мағынасы айналасында тұрған операндының, яғни объектілердің типіне байланысты шешім шығарады. Бұл башқында полиморфизм деген мағына береді. Мынандай бір қате кездесіп жатады. Мысалы, допустим, 12 қосу 15 деп жатсақ, бізде программада қате шығарады. Қате шығарады. Type error. Яғни элементтердің, яғни объектілердің типіне байланысты қате пайда болды деген сөз. Себебі біреуі жолдық объект, ал біреуі сандық объект болып тұр. Түсінесіздер ғой, бүтін санды объект болып тұр, интеджер. Енді плюс амалын қалай қолдануға? Себебі бұндай амалдарға плюс таңбасымен белгіленетін ешқандай функция, ешқандай оператор қарастырылмаған. Білесіздер ме? Сол үшін Python интерпретатор бұл жерде шеше алмайды. Егер екеуде жолдық объект немесе екеуде сандық объект болатын болса, онда оған дайын плюс амалының орнына, яғни плюс белгісінің ішінде белгілі бір функция тұр. Соны қолданады. Сондықтан жұмыс жасайды. Егер мен мысалы былай істейтін болсам, 12 көбейту 2 дейтін болсам. Бұл жерде қарасаңыздар, мына жерде мынау 12 деген жолдық объект болып тұр. String объект болып тұр. 2 деген бүтін санды объект болып тұр. Бірақ қарасаңыздар, мынау жұлдызша белгісінің ішінде белгілі бір функция құрылып қойған. Яғни белгілі бір мағынасы бар. Орындап көрейік. 12-12-ден құрылды. Неге? Себебі Python тілінің өзінің ішінде бұл жұлдызшаң, яғни біреуі строка болған кезде, біреуі string болған кезде, біреуі сан болған кезде жұлдызша белгісін қойсаңдар, белгілі бір функция орындалатындай етіп жасап қойған. Кейінірек біз өзіміздің объектілердің түрін құра аламыз. Біз өзіміздің классын құра аламыз. Біз сол кезде кез келген таңбаға белгілі бір мән беруге болады. Кез келген таңбаға белгілі бір функцияны байланыстыруға болады. Білесіздер ме? Сол кезде біздің де объектілеріміз жұмыс жасай беретін болады. Сондықтан Python тілінде екі түрлі объектілер болатын болса, онда амалдарды абайлап қолдану керек. Білесіздер ме? Себебі ол басқа мағына беріп кетуі мүмкін.
Егер мысалы қазір біз мына екеуінде санға жіберетін болсақ, ол кезде уже басқа амал қолданылады, яғни басқа оператор қолданып тұр. Ол оператордың ішінде әрине басқа функция орындалып тұр деген сөз. Осыны шатаспаңыздар. Сонымен қорыта айтқан кезде бізде өрнек деген нәрсе объектіні құруға алып келеді екен. Яғни өрнек есептелінеді, нәтижесінде объект құрылады екен. Яғни кез келген литералдар, мысалы мынау сандық литерал, мынау жолдық литерал, мынау тізім литералы, сөздік литералы, мынау немесе жай әшейін тізім болып келетін болса, бұны біз кортеж литерал деп қабылдауға болады. Жаңа айтып өттім ғой, Python тілі бұл duck type, яғни егер ол үйрек секілді жүретін болса, үйрек секілді жүзетін болса, үйрек секілді дыбыс шығаратын болса, демек үйрек деген. Себебі осы біз жазған өрнектің түріне қарап, ондай қандай объект құрылатындығын анықтап береді. Әрине, дайын функциялар бар, жаңа айтып өттім, мысалы tuple, string деген секілді дайын функциялар бар. Бұнымен де құруға болады. Сонымен қайтадан презентацияға оралайық. Сонымен өрнек, объект деген нәрселерді бір-бірімен байланысын түсіндік деп ойлаймын. Енді келесі қараңыздар. Енді жаңа алдыңғы сабақтарда айтып өттім, Python тілінде айнымалда сілтемелі модель құрылады деп, сілтемелі модельді пайдаланады деп. Мысал келтірейік. A-7 деген бір айнымал құрайық. A-7. Демек 7 деген объект құрылады, солай ғой. Және сол 7 деген объекттің адресін A деген идентификаторға сақтайды. Именно адресін сақтайды. Яғни мына жердегі тен белгісі, бұл меншіктеу оператор деп айтамыз әрине, бірақ бұл жерде көшіру амалы қолданылмайды. Себебі A деген бұл өзі ешқандай мәнді сақтамайды. Бұл тек қана адрес сақтайды. Бұл мынау объекттің адресін сақтайтын, яғни адресті көшіріп беретін оператор, меншіктеу операторы. Қараңыздар, сонымен енді A деген бұл идентификатор не істеп тұр? 7-мен байланысып тұр. Егер мен қазір B тен A деп белгілейтін болсам, тағы да бір айнымалы құратын болсам, демек B айнымалысы не істеп тұр? Ол да 7 деген объектіге сілтеп тұр. Себебі біз A деген айнымалының ішіндегі адресті B деген айнымалға не істедік? Көшірдік. Получается, A мен B-да екі бірдей адрес сақталып тұр. Демек, бір объекттің адресі сақталып тұр. Сондықтан A мен B екеуі бір объектіге сілтеп тұр деген сөз. Егер мен қазір A-ға басқа бір литералды беретін болсам, демек литерал деген сөз объект құрылады ғой. Мына жерде бір өрнек бол, өрнектен объект құрылады. Сол объекттің адресі A-ға сақталады. Яғни A-ның адресі енді өзгеріп кетті. Бұрын A-ның адресі 7-ге қарайтын болса, енді қазір басқа объектіге қарайтын болады. Енді сұрақ туы мүмкін. Енді объектілер осылай қала бере ма? Компьютер жадысы толып қалмай ма деген. Әрине, егер объектіге ешқандай бір идентификатор сілтеп тұрмаса, онда ол пайдасыз объект деген сөз. Python интерпретаторының ішінде сондай бір керек емес объектілерді жоятын программа коды бар, сборщик мусора дейді, garbage коллектор, яғни қоқыстарды жинаушы отдельно программа бар. Егер кез келген объектіге сілтемелер көрсетіп тұрмаса, онда ол объект жойылады. Компьютер жадысынан жойылады. Давайте енді программа кодына көшейік. Қараңыздар. Мысалы, A деген 7 деген. Бір кезде B тен A деген айнымалы құрайық. Енді A-ның мәнін қарасаңдар, 7-ге тең. B-ның мәнін қарайтын болсақ, ол да 7-ге тең. Енді A-ға біз басқа бір мәнді өзгертіп жіберетін болсақ, енді A-ны оқитын болсақ, ол басқа мән беріп тұр. B-ны оқитын болсақ, басқа объектіні көрсетіп тұр. Енді мынандай бір керемет бір сайт бар. Бұл pythontutor.com деген сайт. tutor.com деген сайт. pythontutor.ru деген де бар, бірақ оған кірмеңіздер, комға кіріңіздер. Осы жерде белгілі бір арнайы бір инструмент жасалынған. Ол инструмент бізге программа кодын орындалуын визуалды түрде көрсетеді. Мен сіздерге көрсетейін деп жатқаным, жаңағы айнымалы объект арасындағы байланыс туралы визуалды түрде көрсеткім бар. Давайте, мынаны басайық.
қараңыздар, мен бір айнымалы құрайын. Мысалы а тен, давайте жаңа кодты жазайын, а тен 7, иә, и б тен аға меншіктейін. Және одан кейін аны қайтадан басқа айнымалыға, басқа бір мәнге, то есть басқа бір мәнді меншіктейін. Енді тағы бір айнымалы құрайын. Бұл мысалы 34-ке тең. И қараңдар, енді б тең с-ға тең дейін. Б тең с-ға тең. Осылай жұмыс істеп көрейік. Енді мына жерде бір кішкентай бір өзгерістер жасаймын. Так, окей, барлық объектіні көрсетіңдер, дефолт. Visualize деген басайын. Қараңыздар, қазір интерпретатор мына жерде тұр. Яғни Python тілінде интерпретатор басынан аяғына шейін орындалады. Мысалы кейбір тілдерде, мысалы C, C++, Java тілдерінде арнайы программаның ену функциялары болады. Main деген функция сияқты арнайы программаның ену, яғни кіру нүктесі болады. Entrance points дейді. Яғни сол программа орындалған сол функциядан бастап орындалады. Ол функция басқанда как менеджер секілді басқа функцияларды, басқа программа коды шақыру пайдаланады. Python тілінде ондай емес. Python тілінде ондай нүкте жоқ, яғни кіру нүктесі жоқ, немесе басталу нүктесі жоқ. Программа коды басынан аяғына шейін орындалып шығады. Яғни бір-бірде орындалып шығады. Мына жерде көріп тұрмын. Программа коды басына келді. Енді қазір next басқан сайын келесі код орындала береді. Так, мына жерде қараңыздар. Есімдер кеңістігі деген түсінік бар. Namespace ағылшынша. Пространство имен, орысша айтқанда. Бұл жерде жаңағы идентификаторларды сақтайтын орын. Жалпы кез келген программа жұмыс жасаған кезде оны процесс деп атаймыз. Процеске компьютер жадысынан орын бөлінеді. И процесс сол компьютер жадысының негізгі бірнеше топқа бөлінеді. Динамикалық бөлігі, статикалық бөлігі, программа коды тұратын орын, константалар бөлігі деген секілді былайша айтқанда бір сегменттерге бөледі. Бұл жерде қараңыздар, Python тілі объект құрған кезде барлық уақытта динамикалық бөліктен құрады. Динамикалық бөліктен құру деген сөз, оған біз ат бере алмаймыз. Біз оны тек адрес сақтай аламыз. Егер C тілінде таныс болсаңыздар, ол жерде указатели деген бар, pointer. На самом деле, Python тілінде кез келген объект C тілінде жасалынған, ол структура түрінде жасалған. Оған кейін тоқталамыз, оған үнемек қояйын. Сонымен мына жерде қараңыздар. 7 деген объект құрылды. 7 деген объектінің мына жерде несін көрсетіп тұр? Объекттің типін көрсетіп тұр. Және оның адресін A деген айнымалыға сақтап қойды. Және бұл A деген айнымалы жалпы модулдың кеңістігінде тұр. Модулдың кеңістігінде. Программа тілдерде есімдер кеңістігі деген термин қолданылады. Математикада оны наверное жиын деп айтатын еді, жиын деп айтатын еді. Солай қалыптасқан программада есімдер кеңістігі. Яғни бір модулдың ішіндегі айнымалылардың орны. Енді қараңдар, B тен A дейік. Давайте келесі. Қараңыздар. Бұл да не істеді? A-ның адресін өзіне көшіріп алды. Демек, бұл да 7 деген объектіге не істеп тұр? Сілтеп тұр. Енді A-ны не істейміз? Өзгертеміз. Қараңыздар. A не болып кетті? Басында 7 деген санды сақтап тұрған объектіге көрсетіп тұрады. Енді қазір Liberty деген объект құрылды. Интерпретатор құрып алды Liberty. И оның типін str екенін анықтады. Яғни жолдық объект екенін анықтады. И оның адресін не істеді? A-ға сақтап қойды. Демек, енді A деген идентификатор осы объектіні көрсетіп тұрады. Біз A-ны қай жерде қолданатын болсақ, демек, біз мына объектіні қолданып тұрмыз деп санаңыздар. Енді C деген объект құрылады. Ол да бүтін типті. Енді B-ны қараңыздар. B енді не істейді? S-дағы тұрған адресті өзіне көшіріп жатыр. Демек, қазір B не істеп тұр? Енді қазір мына 34-ке көрсететін болады. Ал 7 қайда кетеді? 7 жойылады. 7 жойылады, себебі оған енді ешқандай идентификатор не істеп тұрған жоқ, сілтеп тұрған жоқ. Себебі егер объект ішкі жағын үрлетін болса, кез келген объекттің ішінде өзіне көрсетіп тұрған сілтемелерді санап тұратын бір счетчик бар, есептегіш бар. Егер сол нөлге айналатын болса, демек ол объект жойылады. Next қараңыздар. S неге көрсетіп кетті? 34-ке көрсетіп кетті. И бізде B объектісі компьютер жадысынан жойылады. Сонымен сіздер бұл сабақта Python тілінің екінші ерекшелігі
сілтемелі модельмен, айнымалылардың сілтемелі модельмен жұмыс жасайтынын көрсеттім деп ойлаймын. Мен кездескенше